Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен өзімнің булочка жасау тәсілімен бөлісемін. Сонымен бізге керегі ұн, сүт, ашытқы, шекер, тұз, жұмыртқа, ерітілген сары май. Сонымен жылы сүтімізді құйып, үстіне шекер, тұз, ашытқымызды салып, жұмыртқамызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Ерітілген майымызды қосамыз. Сөйтіп осыдан біз міндетті түрде ұнымызды електен өткіземіз. Сөйтіп бұдан біз жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Міне осылай жұмсақ қамырды елеп бастырып қоямыз. Бір сағатта ол көтерілетін болады. Содан кейін барып булочкаларға бөлетін боламыз. Бөлшектерге столымыздың үстін майлап аламыз. Шағын бөлшектерге бөлетін боламыз. Бұны 10 минутқа осылай бетін жауып, көтеру үшін қалдырамыз. Содан кейін формаға келтіріп жасай береміз. Міне осылай бірінші ромашка істедім. Бұлардың салмасына құлпынай тосабын салдым, тәтті сүзбе салдым. Сосын үшіншісіне грек жаңғағы мен шекер араластырып, үлкен етіп жайып, осылай рулет қып бөліп, ортасынан бүктеп отырып, ортасын кесеміз. Бұл роза гүл болады. Осылай үш түрлі қып бүктім. Бұны кішкене бетін жауып қоямыз, тағы да 5-10 минутқа көтеру үшін. Содан кейін барып жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне күнжіт сеуіп, пісіріп алатын боламыз. Міне осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз, бетіне күнжетін себеміз. Сөйтіп 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің булочкаларымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла.